Бермуд үшбұрышы ғаламшардағы ең құпиялы аймақтардың бірі. Бұл жерде кемелер жоғалады, ұшақтар құлайды, адамдар із-түссіз жоқ болып кетеді. Ал ғалымдар дәл осы аймақтан екі алып пирамиданы тапқанын білдіңіз бе? Бірақ ең қызығы, олар қарапайым тастардан емес, мөлдір шыны тәрізді материалдан жасалған. Мысырдағы пирамидалар үлкен деп ойлап жүрсіз бе? Онда тыңдап көріңіз, Бермуд пирамидалары олардан 2 есе үлкен. Бірақ оларды кім салды? Қашан? Және не үшін? Кейбір ғалымдар бұл пирамидалар Атлантида өркениетіне тиесілі деп есептейді. Аңыздарға қарағанда, Атлантида өте дамыған, технологиясы жоғары мемлекет болған. Олар біздің қазіргі өркениеттен әлдеқайда озық құралдарды пайдаланып, ерекше ғимараттар салған. Бірақ табиғи апаттардан кейін Атлантида мұхит түбіне шөгіп кеткен. Егер бұл пирамидалар солардың салған құрылыстары болса, онда оларды қандай мақсатта тұрғызды? Мүмкін бұл энергия көзі болған шығар. Немесе бір түрлі порталды іске қосатын құрылғы ма? Қызығы сол, ғалымдар бұл пирамидалардың қасында электромагниттік өріс өте күшті екенін байқаған. Ал кейбір сүңгуірлер жақындағанда компастары істен шыққанын айтқан. Көптеген конспирологтар бұл пирамидалар бөгде ғаламшарлықтарға тиесілі деп ойлайды. Өйткені олар жер бетінде емес, мұхит түбінде орналасқан. Егер бұл рас болса, оларды кім және қандай технологиямен тұрғызды? Кейбір зерттеушілер бұл пирамидалар ғарыштан келген өркениеттің станциясы болуы мүмкін деп есептейді. Олар жерді сырттай бақылап, эксперимент жүргізген шығар. Немесе бұл пирамидалар бөгде ғаламшарлықтардың кемелері үшін энергетикалық жанармай бекеті қызметін атқарған ба? Қорқынышты құпиялар, пирамидалардан таралатын белгісіз күш. Ғалымдар пирамидаларды зерттеуге тырысқан кезде ерекше бір энергия толқындарын байқаған. Бірнеше зерттеуші пирамидалардың жанына жақындағанда түсініксіз толқын кері итеріп жібергенін айтқан. Яғни, бұл пирамидалар өзін қорғайды. Ал кейбір деректерге қарағанда Бермуд үшбұрышында жоғалған кемелер мен ұшақтар осы пирамидалармен байланысты болуы мүмкін. Егер олар шынымен энергетикалық өріс тудырса, онда дәл осы пирамидалар ғарыш пен уақыт арасындағы портал шығар. Қорытындылай келе, бұл пирамидалар Атлантида өркениетінің қалдығы ма, бөгде ғаламшарлықтардың базасы ма, әлде біз әлі білмейтін құпия күштің белгісі ме? Бұл сұрақ әлі де жұмбақ болып тұр. Сіз қалай ойлайсыз? Егер бір күні бұл пирамидаларда жат ғаламшарлықтар немесе көне өркениеттің құпиялары ашылса, онда адамзатқа қандай өзгеріс әкелуі мүмкін? Және бұл құпияны зерттеу керек пе, әлде оны мүлде ұмытқан дұрыс па?